Май былғау процесі басталып жатыр. Ол үшін 2-3 күн тоңазытқышта тұрған қаймақты алып шығып, 1 сағат бөлме температурасында ұстаймыз. Кейін оны кеңірек ыдысқа салып алып, қолмен суы шыққанша былғаймыз. Мінекей дәл осылай көріп тұрғандарыңыздай майдың суы шығып жатыр. Мінекей әбден шыққан суы. Енді осы судан майды сығып алып шығамыз. Таза суға салып отырып, бәрін жинап аламыз. Майдың суын төкпейміз. Ыдысқа құйып жинап қоямыз. Кейін одан әртүрлі тағам дайындауға болады. Келесі кезекте майдың ақ сүті кеткенше өте салқын сумен 4-5 қайтара жақсылап жуып шайып аламыз. Әрі қарай сол процесті қарап тамашалаңыздар. Мінекей соңғы рет жуып шаю қалды. Енді дәмін келтіріп тұздап, тұзы әбден сіңгеннен кейін қарынға сала беруге болады.